Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер. Бүгін 26 қаңтар 2026 жыл. Бүгін облыстық қоғамдық кеңестің үлкен жиыны өтті. Келген облыс әкімінің орынбасары Тілепберген Каюптың алдында, басқа да басқармалар басшысының алдында біраз мәселелерді көтердік. Соның ең көкейкестісі менің әріптесім Нұрлан Сәдір айтқан Орал мен Атыраудың арасында темір жолды салу. Соны Нұрекеңнің өзінен тәптіштеп сұрайық. Бүгін сол мәселе көтерілді. Орал мен Атыраудың арасындағы темір жол өте керек деп санаймын. Себебі осы екі ортада жол көлік қатынастарында апаттар өте көп. Бұны қазір халықтың арасында тіпті кейде ауызекі тілде ажал трассы деп атайды. Себебі сондықтан егер темір жол салынса, манағыдай өлім жітім азаяды, жарақат азаяды, ол өз алдына логистика күшейіп, Орал мен мысалы Атырау, Ақтау, басқа да бүкіл облыстармен тіпті керек болса Түркменстан, Өзбекстан, Иран, Әзербайжан сияқты елдермен тікелей қарым-қатынас жасауға мүмкіндік туады деп ойлаймын. Сондай-ақ мен айтып жатырмын, Орал Атырау деп, шын мәнінде Орал Атырау деп емес, Орал Индер жолы деп айтуға болады. Себебі біздің дерегіміз бойынша және оны облыс әкімінің орынбасары Мирас Мүлкай оны растады. Бізде Индер мен Атыраудың ортасында шын мәнінде жол бар. Яғни сонда қалып тұрған тек қана осы Орал мен Индердің ортасында. Индер мен Оралдың ортасына жол салынатын болса, онда сол жолдың бойындағы елді мекендерге қан бітеді, экономикасы жүреді. Сондай-ақ өлім жітім азаяды, туризм күшейеді, жүк тасымалдауының құны азаяды. Яғни бұның жағында игіліктер көп. Өзім ойлаймын, мұны дейтін осылай үкіметтің ақшасына, бюджеттің ақшасына және сондай-ақ осы жолдың болуына мүдделі тағы да неше түрлі жолда кен орындардың иелері бар. Мысалы әңгіме болып жатыр, Сатбор деген сияқты, Индер Кнауф деген сияқты. Солардың бәрі бірігіп, олар бас қосып, бір жағын ішінара үкімет шығарып, ішінара ірі бизнес өкілдері шығаратын болса, бұл жалпы негізінде мүмкін жоба деп ойлаймын. Осыны жүзеге асыратын болса, аса қуанышты болар едік. Ал құрметті жерлестер, бұл тек қана мәселелердің көптінің бірі. Сондықтан да тек қана комментарий жазып, тек лайк басып қана қолдап отырмай, өздеріңіз де атсалыңыздар. Не жасай аласыздар? Не өтініш және де Егов мобайл қосымшасы арқылы телефонмен әкімге, прокурорға немесе басқа да мемлекеттік органдарға дәл осы басқа да сұрақтарды сіздер де жаза аласыздар. Бір ғана қоғамдық кеңестің әлі кейде бұндай мәселелерді игеруге күші жетпей жатады. Сондықтан да халық болып егер бірігетін болсақ, бұндай мәселелер Ақордаға дейін жетіп, түбінде шешілуде әбден мүмкін. Үміттіміз.